Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Маған қойылған сұрақтар осы соңғы 2 күнде. Неге сенің балапандарың ауырмайды, неге өлмейді, неге өлгенде болса көрсетпейсің, неге жасырасың, шындықты айтпайсың ба деп сұрап жатыр. Міне. Алматыда Ролан деген жігіт бар. Видеосын қара, сол шындықты айтады, сен жасырып отырсың бізден. Неге олай, ондайдың не керегі бар деп жатыр да маған. Сосын кейін мен сол Ролан деген жігіттің видеоларын қарап шықтым. Действительно, он өліп жатыр, ауырып жатыр. Ол көрсетіп жатыр ол. Міне. Менде енді бірінші әуелден бір Алла тағала куә. Мен өлгенден алдында айтқам кейін кезде. Одан кейін өмірден аман сау. Менікі өлмегеннің бір себебі, бірінші әуелден Алланың арқасы, екіншіден мен жаңағы Ролан деген жігітпен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, ол балапандарын ерте шығарып жіберген далаға. Видеоларын көрдіңіздер, өзі айтып отыр ғой қателіктерін. Мен міне бір ай 10 күн болды ма? Міне бүгін мен балапандарымды әлі далаға шығарған жоқпын. Мен сарайдың ішінде жерге жібердім, кең жерге. Бірақ далаға шығарған жоқпын. Өйткені өткендер білесіздер, күн салқын болып жүрді, жаңбыр жауып жүрді Шымкентте. Міне мен алдында да айтқам, әлі жер қызбай мен далаға шығармайым деп. Мен мұны далаға шығармағанның ол соның пайдасы деп ойлаймын. Міне. Одан кейін мен көкшөпті берген жоқпын мен. Көкшөп ішін айдайды, өткізеді. Көкшөптің күші деген қазірше, именно дәл қазір өте күшті. Ол балапаныңызды кешке дейін өлтіріп жіберуі мүмкін. Көкшөп. Мен көкшөпті әлі де бермеймін бұларға. Өйткені көкшөптің қазір күші деген ой, не деген күш болып тұр ғой. Міне. Сол үшін мен ештеңені жасырмайым. Барлығын сіздерге шындықты айтам. Аллаға шүкір, балапандарым өлген жоқ, ауырған жоқ. Өйткені керекті уақытында қарап, далаға шығармай, күн салқындады ма, күн 17 градустай болып қала ма, бірден мен екі жаңағы білесіздер ма, андай не керамический лампам бар, соны қосып, анау обдувной печкамды қосып, оларға 20 градустай ұстап оттым. Далада 16-15 градустай күнде жаңбыр жауған күндер, желді күндер түсіп кетті білесіздер. Сол кезде мен 20 градусты ұстап оттым. Және мен қолдан жем жасап, ондай нәрсе істеген жоқпын. Жемді білесіздер, БМ жамбулский жем ғой. Сол жемді беріп келедім. Қазір рост жеп жатырлар. Жақсы жем, жақсы күтім. Сквозняк жемес жерде. Сол үшін ағай, мен сіздерден жасыратын ештеңем де жоқ. Мен барлығын бардай айтып отырмын барлықтарыңызға. Міне. Соның себебі ойлаймын, мен балапандарым Аллаға шүкір, бір көзін сақтасын, жақсы жағдайлар. Одан кейін чиктоник, не тағы, ASD2 дегендерді мен балапанға қазірден бермеймін. Он ауырса да, ауырмаса да, оны қазір берудің қажеті жоқ, онша. Дәрігер етіп тастайсыздар да, ертең кішкене бір өзі салқын тиіп қалса, басқа қақпаса, оның балапанның организмі күреспейді да, ол жаңағыдай дәріні күтіп отырады. Организм ше. Сол үшін балапанға өйтіп дәрініге үйретудің қажеті жоқ. Мен бірден айтайын. Мен жеке өз басым ондай дәріге үйретпеймін, бермеймін. Міне, балапан өз ағзасын өзі үйрету керек. Бұл тем более Кульчинский деген ауруға, жаңағыдай сырғауға өте төзімді ғой, өз генінде бар. Сол генде нәрсесін бұл өз қолданып үйрену керек қой, оған қашан өйтіп. Енді мейлі шетінен ауырып жатса беруге болады. Енді ауырмаған, сырқамаған балапанға ондайдың
бәрін бере берудің қажеті жоқ деп ойлаймын негізі мен. Жеке өзім тәжірибем, әркімнің өзінің ойы бар ғой. Бірақ менің өзімнің ойымша ондай нәрсе берудің қажеті жоқ. Бұлардың да организмдері бар. Бұлар да ауруға қарсы тұруға, жаңағыдай соққа қарсы тұруға өздерін бейімдеу керек. Міне. Шынымен ауырып жатса, мен бермеймін айтамын да. Ауырмаған балапанға өйтіп, ой, мынадан күшті болады деп бере берудің қажеті жоқ. Өйтіп бере бермеңіздер. Құр босқа дәрі бересіздер, ертең болмайтын нәрсеге сол дәріні күтіп тұрады, сосын жүресіздер. Балапан бүйтіп тұр, не істесем болады, балапан сөйтіп тұр, не істесем болады деп. Оның барлығы содан шығатын нәрсе ағайын. Міне. Одан кейін мәселе, балапанның ауыра беретін мәселесі, аммиак өзінің боқтарынан балапандар тұншығады. Сол үшін мейлінше аптасына бір мәрте жинап тұру керек, астынша тазалап тұру керек балапанның. Одан кейін кормушкаларын каждый раз боқып тастайды, басқа тастайды, тазалау керек. Оның барлығы бұларға зиянды нәрсе ғой. Сосын кейін көбісін білем, мынандай несін су құятын поилкаларын мүлдем тазаламайды. Мен 2 күн сайын осы поилканың ішін барлығын жуып тазалап сөйтіп барып беріп тұрамын. Тазалық та керек бір жағынан. Бұл жаңағыдай балапан деп барынша не істеуге болмайды. Түсіп жүруге болмайды да. Сол үшін кішкене дұрыстап қарау керек балапанға да. Не ағайын? Аллаға шүкір, балапандардың бәрі жақсы. Атқып ойнап жүр барлығы. Тек қана бүгін күн жылы мен пешканы қоспаймын, жаңа керамический лампаны. Погоданы қарап отырам, ертең уже күн салқындайды. Ертең керамический лампаны қосу керек, өйткені қазіргі таңда бұл 2 айдан асқанша балапандар кішкене поддержка беру керек та. Өздерінің условиясымен қарау керек. Негізі қандай порода асырасаңыздар да ағайын, сол порода туралы кітаптар бар интернетте, не бір тегін да, соны ашып оқу керек. Сол кезде бұған не керек, не болады, қандай жағдай болады, бұның барлығын уже бізге дейін ғалымдардың барлығы зерттеп шығарып қойды бұның. Тек соған ешкім уақытын бөліп жаңағыдай оқымайды, сосын кейін балапаным ауырды, балапаным сөйтті деп тұрады. Балапанды ауыртпас үшін қандай порода ұстайсыз, сол породаның тарихын кішкене ақтарып, қандай жем болады, қандай жем жағады, жем жақпайды. Міне, соның барлығын оқып білсеңіздер ағайын, бұл өздеріңізге жақсы. Жалпы еш бастарыңыз ауырмайды, балапандарыңыз бен аман жүреді. Міне, сіздерге бір айтатын нәрсе болса. Мына жерде бір мен көңілмен жақпай тұрған балапан көріп тұрған жоқпын. Барлығы тамаша. Міне. Сол үшін ең бірінші қорытындылай айтатын болсам, дәріге үйретпейік ағайын. Осылардың өз породалар бойынша кітаптарын оқыңыздар, біліңіздер. Міне, ары кетсе күніне бір 5-10 минуттан оқып тұрсаңыз, керек нәрсе информациямен біліп аласыз. Бұлар туралы том кітаптар жоқ. Өзі бір ары кетсе бір 20 бет, 30 беттен тұрады кітаптары ше. Сізге керекті жерлері. Сол оқып алсаңыздар ағайын. Солай. Міне, менің балапандарым жайлы кішкене сіздерге жауап бердім ағайын. Ал шаруашылықтарын тани берсін. Жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться деп басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаса лайкпен қолдап, комментарий жазып кетіңіздер ағайын. Мүмкіншілік болса, поделиться деп осы видеомен бөлісіп отырыңыздар. Және біздің телеграм группамыз бар, осы видеоның описаниесіне қалдыратын болам. Сілтемесін, сіз сілтемеге бассаңыздар, біздің телеграм группаға қосыла аласыздар ағайын. Сау саламатта болыңыздар. Тек қана жақсылық болсын.